Сазайын тартқан түлкі. Ылғи да зәбір көре берген соң, орманның бір серседі ғой деп, бір топ тауық аюға арыз айта барады да, түлкінің зорлығын баяндайды. «О, аюғария!» депті жалаң тәрші желбіреген қораз тауықтар атынан сөйлеп. «Залым түлкі бізге күн көрсететін емес. Одан басқа бізге ешкімде тиіспейді. Сұм түлкі ұрланып келеді де, түн ішінде қырып кетеді». Аю арыз айтқан тауықтарға тесірейе қарап тұрып, «Түлкі ме?» деп қайталап сұрайды. Қораз қылышын арастайды. «Иә, түлкі сұм». Аю сол арада түлкіні шақыртып алады. Қарсы алдында жылмыңдап тұрған түлкіні, «Сен тауықтар неге азапқа салып жүрсің?» деп тергей бастайды. Аюдың түсі суып кеткен екен. Өзіне бір пәленің жабысқан, іші сезген түлкі құйрығын бұлғаңдата мәймен күліп, «Аю жанау, менің ойлағаным сенің қамың ғой. Жамбасыңа тас батпасын деп, тауықтардың жүнінен саған мамық төсек пен мамық жастық әзірлеп жүрмін», деп қолтығына қысай келген бір мамық жастықты Аюдың шынтағына төсей қояды. Аюдың қабағы жадырай бастаған байқап, тауықтардың өзін сөге жөнеледі. «Бұлар мұндайды ойлаушы ма еді? Мені жамандап арыз айтқанды ғана біледі». Бұдан кейін тауықтар дау айта алмай, үнсіз жер шұқып қалады. Аю мамық жастыққа шынтақтай жатқан күйі тауықтарға немқұрайды назар салады. «Сендер жала жауып жүр екенсіңдер, бара беріңдер. Ендігі әрі біреуді жамандап, менің алдыма арыз айтып келуші болмаңдар», деп тауықтарды қуып тастапты. Соры қайнаған тауықтар енді қайсар еді ғой. «Зарымызды қар», деп қасқырға барып, түлкінің үстінен шағым жасайды. «Қасеке», дейді тауықтар жабыла шулап, «арызымызды тыңдашы». «Қане айтыңдар», деп қасқыр ықыласпен. Сонан соң әлгі қораз сөз бастайды. «Түлкісін бізге күн көрсетпейтін болды. Сондықтан сенен көмек сұрап кеп тұрмын». Тауықтардың мұңына елтіген қасқыр қақарға мініп түлкіні шақырып алады да, «Сен мұны тауықтар неге жәбірлейсің?» деп ашу шақырады. «О, Қасеке, босқа кіжінбеңіз», дейді сонда түлкі жыпылдап. «Менің ойлағаным сенің қамың ғой. Жамбасыңнан сыз өтпесін деп, мамықтан жастық жасап едім». Осыны айтады да, бір жастықты қасқырдың жамбасына төсей салады. Жұп-жұмсақ жастыққа отыра кеткен қасқыр, «Ой, мынауың табылған ақыл екен ей!» деп қуанады. Сонда, «Мына шақшабас, қушық шеке қулар мұндай істі ойлаушы ма еді?» деп түлкі тауықтарға бажырая қарайды. Қасқыр мамық жастықтың үстінде отырып, тауықтарға зіркілдей жөнеледі. «Нақақ біреудің үстінен арыз айтасыңдар, құртыңдар көздеріңді, шибыт ақымақтар. Түлкі нені болса да ақылмен істейді. Бұдан былай арыз айтатын болсаңдар, жіліншектеріңді шағамын». Арыздар өтпеген тауықтар қасірет шегіп, қатты мұңға батыпты. Енді не амал жасаймыз деп ойланып, түнімен ұйқы көрмепті. Ертеңіне алаңғасарға жол бермейтін әділ еді ғой деп төбетке арыз айта барыпты. Төбет тауықтардың мұңын тыңдап болған соң, «Мен анықтайын» деп түлкіні іздеуге қамданады. Даланы кезіп, іздеп жүріп, түлкіні тауып алады да тексере бастайды. Сонда түлкі, «Ой, сырттаным-ау, мен сенің қамыңды ойлап жүр емеспін бе?» дейді. Бұған төбет таңдана қалады. «Қалайша менің қамымды сен ойлайсың? Сен қашан келсем, қораның шетінде тұмсығыңды шабыңа тығып, бүктелесіңде жатасың. Сондықтан жамбасыңа тас батпасын, астыңа сыз өтпесін деген едім», деп түлкі бір мамық жастықты ұсынады. Төбет түлкінің қулығын сезе қояды. «Мен осымен алдамақсың ба?» деп ақырады да, жастыққа қарамастан өзінің серіктеріне, «Қане, менің адал серіктерім», депті. Танадай көк төбет пен ақ төс итке, «Мына сұмды адам аяқ баспайтын айдалаға қуып тастаңдар. Әйтпесе тауықтың етін өзі жеп, мамықтарынан жастық жасап, тағы да біреулерге жағынып жүрер». Екі ит түлкінің екі жағынан шығып алып, қаумалай қуады да шөл далаға айдап тастайды. Содан былай түлкі иттің даусы естілген жерге маңайламай, шөл кезіп аулақ жүреді екен. Төбеттің өздеріне көрсеткен әділ қамқорлығының арқасында тауықтар түлкінің азабынан құтылыпты. Сөйтіп, бейқам өмір сүріп, жұмыртқа салып, балапан шығарып, өсіп өне беріпті. Төбет күні бүгінге дейін тауықтарды түлкінің, қасқырдың және басқа жыртқыштардың жәбірленуіне жол бермей, мейірімен қорғап келеді екен.
Ауылда тауықтар шұбырып жүрсе де, иттердің тимейтіні содан деседі.